Егер де сіз әлі күнге дейін балықтарыңызды тек ұнға батырып қана пісіретін болсаңыздар, осы рецепті сақтап алыңыздар. Дәл мен сияқты клер дайындап пісіретін болсаңыздар, балықтарыңыз керемет сочный болып шығатын болады, әрі қып-қызыл қытырлақ болып шығады. Бір ыдысқа бір жұмыртқамызды салып, оның үстіне тоз бұрыштарымызды, дәмдеуіштерімізді барлығын қосып, үстінен ұн менен бір стакан су құйып жіберіп, жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай комочек қалмау керек. Осындай сұйық масса бізге шығатын болады. Бұдан жасар алдын 1-2 сағат алдын балықтарымызды жақсылап тазалап, мариновать етіп қойсаңыздар, тіптен керемет болады. Одан кейін осы мариноватталған балықтарымызды алып, бір-бір батырып алып, осылай майға қызып тұрған майда 5-7 минуттан әрі бетін қуырып алатын боламыз. Осындай қып-қызыл әдемі қытырлақ болып шығатын болады. Қыздар, онымен ұнға жай ғана батырып пісірілген балықпенен клярда пісірген балықтың айырмашылығы болады екен. Мен өзіме клярда піскен балық ұнады, және де келесі жолы да дәл осылай дайындайтын боламын. Рецепті сақтап алыңыздар. Егер де сізге видео ұнаған болатын болса, лайк басып, менің парақшама тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ас болсын барлықтарыңызға.